Сәлеметсіздер ме балалар? Менің каналыма қош келдіңіздер. Математика пәні 3-ші сынып 121-ші сабақ. Бүгінгі тақырып: разрядтан 2 рет аттап өту арқылы жазбаша көбейту және бөлу. Оқу мақсаты: 2 таңбалы, 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдану. Сабақ мақсаты: сен жазбаша көбейту және бөлу алгоритмдерін қолданатын боласың. Оқулықпен жұмыс. Көп балалар Пушкиннің ертегілерін оқып өсті. Ұлы орыс ақынын есте қалдыру мақсатында Қазақстанның көптеген қалаларында ескерткіштер орнатылған. Тапсырма: есептеуді орында. Сонда сен біздің елімізде ақынға орнатылған ескерткіштердің жалпы санын білетін боласың. 980 азайту 125 көбейтілген 6 қосу 648 пен 8-дің бөліндісі тең 311-ге. Біздің елімізде 311 ақынға арналған ескерткіштер орнатылған екен. Бауырсақ әдісі. Бүгінгі сабақтың оқу мақсатына сәйкес тапсырма орындаймыз. 2 таңбалы, 3 таңбалы сандарды 1 таңбалы санға жазбаша көбейту мен бөлу алгоритмдерін қолдану. Яғни бұл жердегі тапсырмада амалдардың орындалу тәртібін анықта, өрнектердің баған түрінде жаз және есепте деген. 285 пен 3-тің көбейтіндісінен азайтамыз. 408 пен 408-ді қосу 254 пен 2-ның бөлінісі деген өрнек берілген. Көбейту амалын орындаймыз. Екінші бөлу амалын орындаймыз. Содан кейін сол жағынан бастап қай амал бірінші тұр, сол амалды рет-ретімен орындайтын боламыз. Қалған өрнекті балалар өздеріңіз орындап, мына жердегі орындаған тапсырмамен тексересіздер. Дескриптор: амалдардың орындалу тәртібін біледі, өрнекті баған түрінде орындайды. Егер де тапсырманы мұқият орындаған болсаңыздар, 2 балмен бағаланасыздар. Балдағы әдісі: күрделі теңдеу берілген екен. Сол күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырып аламыз. Алдымен 398 қосылған x тең 69 көбейту 8 деген күрделі теңдеу беріліпті. Алдымен сол жағын жазып қоямыз. 398 қосылған x тең 552-ге. X тең 552 алу 398. X тең 154-ге. Тексереміз. 398 қосу 154 тең 552-ге. 552 тең 552-ге. Келесі 7 көбейтілген x тең 245 бөлінген 5. Күрделі теңдеуді жай теңдеуге айналдырып аламыз. 7 көбейтілген x тең 49-ға. X тең 7-ге орнына қоямыз. 7 көбейтілген 7 тең 245 бөлінген 9. 49 тең 49-ға. Жарайсыздар балалар. Дескриптор: теңдеуді шешеді, теңдеудің түбірін табады. Егер де тапсырманы осындай қылып орындаған жағдайда сіздер де 2 балмен бағаланасыздар. Жеке жұмыс. Есептерді шығар. Алдымен бірінші есепті сіздерге таныстырып шығайын. Пушкиннің музейіне бару үшін әрқайсысына 25 студенттен 4 топ және әрқайсысында 25 оқушыдан 3 топ жолға шықты. Барлығы қанша адам жолға шықты? Алдымен есептің шартын құрып аламыз. Студенттер 25-тен 4 топ, оқушылар 25-тен 3 топ, барлығы қанша адам? Барлығын табу үшін шешуі: 4-ті көбейтеміз 25-ге 100 адам, бұлар студенттер. 3 көбейту 25 75 адам, бұлар оқушылар. Енді барлығын табамыз. 100-ге қосамыз 75-ті тең 175 адам. Жауабы барлығы 175 адам жолға шықты. Әсі: саяхат кезінде 500 фотосурет түсірілді. Олар 36 суреттен 3 фотоальбомға орналастырылды. Альбомға орналастырылмаған неше фотосурет қалды? Орналастырды 3 фотоальбомға 36 суреттен. Орналастырмаған фотосурет қанша екені белгісіз. Барлығы 500 фотосурет болған. Шешуі: 3 көбейту 36 тең 108 фотосурет. Бұл орналастырылды. 500-ден азайтамыз 108-ді 392 сурет. Жауабы: альбомға орналастырылмаған 392 фотосурет қалды. Дескриптор: есептің шартын құрады, шешуін табады, жауабын жазады. Егер де сіздерде осындай қылып орындаған болсаңыздар, 2 балмен бағаланасыздар. Саралау тапсырмалары. Оқушылар қалаған тапсырмасын орындап 2 балмен бағаланады. Егер де тапсырманы дұрыс орындаған жағдайда дескрипторды өзі құрып 2 ұпайларын алатын болады. А деңгейі. Амалдардың орындалу ретін анықта, оларды есепте. Өздеріңіз балалар тексеріп аласыздар бұл жерде. В деңгейі. Сурет бойынша шешуі: төмендегі өрнектерге сәйкес келетін есептер құрастыр. Яғни сурет бойынша өрнектерді таңдап,
өздеріңіз есеп құрасыздар. С деңгейі есеп бойынша өрнек және олардың мәнін тап дейді. Есептің шартын құрып, шешуін және жауабын жазатын боласыз. Осы тапсырманы өздеріңіз орындап алыңыздар. Өз бетімен жұмыс. Көпбұрыштардың қабырғаларының ұзындығын өлшеп, олардың периметрлерін табу керек. АВС төртбұрышы АВ 4 см-ге тең, ВД 2 см-ге тең, АС 2 см-ге тең, СД 2 см-ге тең. Периметрін табамыз. Периметрін табу үшін барлық қабырғаларын бір-біріне қосамыз. А қосу В қосу С қосу Д. Шешуі 4 қосу 2 қосу 2 қосу 2 тең 10 см. Жауабы төртбұрыштың периметрі 10 см-ге тең. Келесі көпбұрышты өздеріңіз есептеп периметрін тауып алатын боласыңдар. Дескриптор көпбұрыштың ұзындықтарын табады, периметрін табады. Егер де тапсырманы дұрыс орындаған болсаңыздар, 2 балмен бағаланасыздар. Үйде тапсырма. 3 дос үстел үстінде жатқан фломастерлерді қалай бөлісетіндіктерін ақылдасты. Арман, егер әрқайсымыз 6 фломастерден алатын болсақ, онда екеуі артық қалады. Ал 7 фломастерден алатын болсақ, онда біреуі жетпей қалады деді. Үстел үстінде қанша фломастер болған? Алды 3 бала 6 фломастерден, қалды 2 фломастер. Барлығы қанша фломастер? Шешуі 3-ті көбейтеміз 6-ға, оған 2-ні қосамыз, 20 фломастер болған. Үстел үстінде 20 фломастер болған екен. Кері байланыс нұсқаулығы. Оқушыларға баночканы таратып береміз. Бүгінгі сабақта не үйренгенін, сабақта қандай жетістікке жеткендігін туралы өздері сол банкінің суретіне жазатын болады. Мен бүгінгі сабаққа жақсы үйрендім, меңгердім деген сияқты. Менің жеткен жетістігім мынандай деп өзінің жауаптарын жазатын болады. Осымен балалар, сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше сау болыңыздар.